أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله طاهرين وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, фиқх сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін жаңа тақырып хажылық бабы. Хадж исламның 5 парызының бірі. Өмірді бір рет істелінсе мойнынан түседі. Ораза жылына бір рет фарыз. Зекет олды жылына бір рет фарыз. Бірақ қайталанады. Дұрыс па? Ораза қайталанады. Жылына бір рет фарыз. Зекет беретін кісілерге шама жететін. Байларға зекет әр жылда бір рет парыз. Ал қажылық ондай емес. Бір рет өтесе болды. Өмірде бір рет парыз. Микрофон дұрыс шығып тұр ма? Сонда болып тұр, Сонда болу керек па негізі? Жарайды. Енді хаж мәселесі өте күрделі тақырып. Өйткені ғұламалар айтады, мысалы қажылыққа ниет қылған кісі осын толықтай рүкіндерін, уәжіптерін үйрену керек, оқу керек. Дұрыс, қажылыққа ниет қылдың, шамаң жетті, алайда білім керек. Қалай өтеу керек оны? Оның уәжіптері бар, оның әдептері бар деген секілді. Дайындалу керек. Өйткені көбісі қажылар бір нәрсені істеп болғаннан кейін сұрайды ғой. Мынау қалай болды? Бізде сондаймыз ше, негізінде. Оразада дәл сондай. Бір нәрсе істеп болғаннан кейін сұрайды ғой. Неге алдын сұрамаймыз? Неге? Құрметті жамағат, мынау тақуалық деген бар ғой. Осы үкімді білумен, ақиданың білумен және ихсан ілім бар ғой. Осы үшеуінің қамтиды. Біздің жамағат әлі сол не? Тек қана уағыз тыңдайды болды. Онды да қатырмайды ғой бірақ. Үшеуін бірге қамту керек. Фиқ, үкім, негізгі нәрсе бол. Бұл жерде халал мен харам нәрсе. Көріңіздер, біз нені үйренеміз фиқта? Мынау халал, мынау харам. Оның үкімдері бар, арнайы ережелері бар. Оны танысу керек. Енді қажылық, құрметті бауырлар, өмірде бір рет болған фарыз. Бір рет өтесек болды. Мойымыздан түседі. Екінші рет орында ол нәфіл. Нәфіл дегеніміз қосымша құлшылық. Енді біреулер айтады, сіздер мұсылмандар
арабтарды байтасыздар дейді. Қажылыққа барасыздар. Негізінде бұлай инсаппен қарайтын болсақ, жылына 3-4 мың адам барады екен ше қажылыққа. Жылына үлкен қажылыққа. Енді бұл қандай сапар? Бір рухани сапар. Ол жерде не үйренеді? Ол жерде бірінші нәпсінің, жамандыққа шақыратын нәпсі бар ғой, соны басқаруды үйренеді. Қалай десе, мысалы оразада боғауыз сөз айту болмайды, дұрыс па? Ғайбаттау болмайды. Тіпті ішіп жеуге де болмайды. Білесіздер бұны. А енді қажылықта ішіп жеуге болады да, бірақ біреумен тартысы болмайды. Жаман сөз айту болмайды. Жаман сөз айтқан сайын сауабы азаяды. Біреумен төбелесу болмайды. Мысалы оразада не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Біреу тиіссе, біреу мазаласа, мен оразамын деп бірінші өзіне айту керек ше. Бірінші өзіне айтады. Фа инни саимун дейді. Мен оразамын дейді. Деп айтсын дейді. Яғни сенімен ұрыспаймын, сенімен төбелеспеймін, мен құлшылықтамын дейді. Дәл солай қажылықта да сондай. Қажылықта не? Ешкіммен ұрсуға, боқтасуға, тартысуға болмайды. Жаман сөз айтуға болмайды. Сонда емес па? Барасыздар осы, умраға барған уақытта айта ма? Гиттер айта ма осын? Айтады. Яғни рухани сапар. Мен не үшін теңеп жатырмын? Жалпы халыққа пайдасы бар ма, жоқ па? Дұрыс, ол Алланың парызы ғой, біз мұсылманбыз. Біз оны өтейміз. Алайда біреулер айтады ғой, сендер осындай арабтарды байтасыздар дегенше, осыған жауап ретінде айтамын да. Ол рухани сабыр. Ол жерде теңдік бар. Қалай? Қараңыздар, байлар да, кедейлер де бір формада. Кәдімгіне ихрам кет. Бәсе, енді болып жатыр, әйтпесе жұма намазда сияқтап өзім сезініп жатырмын да. Жұма намазда тұрған сияқты. Бай да, кедей де не? Бір формада. Ешқандай, мысалы, айырмашылығын байқамайсың. Дұрыс па? Екеуін бір ихрам киген, ақ киім. Екеуі бірге жүреді. Бірге не істейді? Тауап қылады. Бірге барып Минаға барып жатады. Арафатқа барады. Яғни не үйренеді? Кішіпейілді үйренеді, дұрыс па? Кішіпейілді үйренеді. Және ақыретті еске алады. Былай айтқанда тәрбиелейді өзінше. А енді қаншама халық Дубайға барады, Европаға барады, Таиландқа барады, басқа бір шетелге барады. Қаншама әр ай сайындар баратындар бар. Мыңдаған адамдар барады. Ақша неге жаратады? Жай нәпсіні қандыру үшін. Ішіп жейді, жамандыққа жұмсайды. Ол жерден рухани тәрбие алмайды. Бәлкім жаман аурумен келу мүмкін ше. Таиландқа барып жаман ауруын жұқтырып, елге барып не істейді? Тарату мүмкін оны ше. Сондай жерге барған біз, бірақ оларға ештеңе айтпайды. Үндемейді. Дұрыс па? Бұл инсап қаяқта. Одан кейін, құрметті бауырлар, біз арабтарды байытпаймыз.
біз фарызды орындаймыз. Бұрынғы уақыттарда қажылық 14 ғасыр бұрын парыз болған. Дұрыс па? Кезінде өз мал мүлкін алып барған. Қойларды, ірі қара малды алып барған. Керінше Мекке халқы мұсафирлерді қонақ қылып күткен. Өстірме. Қонақ қылып күтіп, шығын солардан болған. Енді ол жайында әңгіме көп. Құрметті бауырлар, бұл хажылық фарз, міндет. Енді кімдерге міндет? Оның бәрін жеке-жеке айтатын боламыз. Хажылықтың тілдік мағынасы жалпы бір ұлы мекенге баруды ниет қылу, тілдік мағынасы. Ал шариғи мағынасы бар, арнайы бір мекенді зиярат ету, белгілі бір уақыттарда, белгілі бір істермен дейді. Оны біз иншалла толықтай түсіндіретін боламыз. Белгілі бір мекен дегеніміз білеміз, хажылықтың екі рүкіні бар. Біз ол жайын толықтай айтып өтеміз. Рүкін ол бірінші Арафа. Арафа негізгі рүкіндердің бірі. Екінші тауаф зияра дейді. Немесе тауаф ифада дейді. Ол айт күнде 7 рет Кағбаны айналады, тауаф қылады. 4 рет айналу фарыз, 3 рет уәжіп. Енді ол жайын толықтай өтеміз, Құдай қаласа. Шарттар бар. Шарттары ихрам. Ихрамға кіру керек. Белгілі бір заманда емес, қажылықтың айлары бар. Мысал қараңыздар, Рамазан айында ораза тұту үшін ай кіру керек, дұрыс па? Ай кірумен фарыз болады. Және ол ай әр жылда қайталанады. Дұрыс па? Сол үшін ораза әр жылда не қайталанады. Ал енді хажылық себебі фарыз болды. Кағбаға бару, Кағбаны көру. Кағбаны бір рет көрсе болды не? Көріп айналады ғой, фарызды орындайды былай айтқанда. Ол хажылық мойнынан түседі. Үркіндері толықтай орындаумен. Хажылардың айы бар. Ол қазіргі ай Шәуәл, Зұлқаада, Зұлхиджаның алғашқы 10 күні. Бұл хажыл айлары. Бұрынғы уақытта сол хажыл айларына кіре салып, біреулер ихрамға кіріп хажылыққа ниет қылған. Және қараңыздар, хажыл айларында егерде хажылыққа барып қайту нафақасы болатын болса, нафақа де ақшасы, артық дүниесі, онда оған хажылық фарыз болады. Қазір мен ол жайына толықтай айтамын. Өйткені қазіргі заманымызда бұрынғы уақыттың хажылығына ұқсамайды. Бұрынғы уақытта хажылық жасау үшін кәдімгі машақат болған. Түйемен, аттармен сапарға шыққан. Өзінің отбасымен қоштасқан. Болды. Келе ма, келмей ма, Алла біледі. Алла біледі. Біз ол жайында иншалла қазір өтеміз. Хажылықтың үкімі фарз. Намаз секілді фарз, кескін дәлелмен бекітілген. Ал кім қажылықтың фарзын жоққа шығарса, діннен шығады. Яғни, қажылық фарз емес. Бұл арабтардың дәстүрі деп айтатын болса, өкінішке орай, ол діннен шығады. Құрмет жама, біз діннен шығады деген уақытта бұлай түсініп қалмаңыздар. Біз біреуді діннен шығаруды қалаймыз. Жоқ, үкім айтамыз.
үкім. Бұл нәрсеге түсіп қалмау керек. Қажылық фарыз. Кім қажылықтың фарызын мойындамаса мүлдем жоққа шығаратын болса, әлбетте ол діннен шығады дейді ғалымдар. Бір ауыздан кесілді. Өйткені ол кескін дәлел, қатаи дейді. Құранда анық айтылған. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Шамасы жететін кісілер үшін қажылыққа бару адамзатқа міндет болды дейді. Адамзатқа міндет болды, яғни мұсылмандарға. Аля деген мағынасы бұл жерде міндетті білдіреді. Міндет. Алян наси, яғни мұсылмандарға міндет болды. Қандай мұсылмандарға? Шамасы жететін кісілерге. Біз қазір ол жайында толықтай айтып өтеміз. Яғни қажылық кімдерге фарыз болады? Бірінші азат кісілерге дейді. Азат деген қазір білесіздер, қазір құл жоқ, қазір барлығы азат. Фиқта осылай айтылады енді. Бұрын уақытта құл болған құлдарға қажылық фарыз емес. Тіпті қажылықты орындаса да түспейді мойнынан. Түсінесіздер ме? Мұсылмандарға фарыз. Балиғат жасына жеткен мұсылмандарға. Енді жас балдар балиғат жасына жетпегендер баратын болса, ол нәфіл болып түседі, намаз сияқты. Кейін балиғат жасына жеткеннен кейін қайтып қажылықты өтейді. Яғни фарыз мойнынан түспейді. Сол үшін құрметті жамағат, біреулер жас балдарын алып барады. Бірақ ол мойнынан түспейді, ол нәфіл болады. Оданша балиғат жасқа жеткеннен кейін барған жақсы. Өйткені қазіргі заманымызда бір кісіні қажылыққа алып бару үшін ол ақша. Оданша ол ақшаны мұқтаждарға тарат деп айтқан жақсырақ бізге. Өйткені бәріне одан не? Фарыз түспейді, ол жас әлі. Нәфіл түседі. Умраға апарсаңыз болады, үйретіп деген сияқты. Ал қажылық ол машақат, ол қиындық. Одан кейін жас бала не? Одан қайтып қалуы мүмкін ше. Жас қой енді бәрі. Сол үшін не? Балиғат жасқа жеткеннен кейін алып барған жақсы деп айтамыз. Ақыл иелеріне кейін парыз. Ақыл иелері дегеніміз не? Жынды емес та. Ақыл бүтін дейді. Ақылы бүтін кісілерге, түсінесіз ба? Дені сау кісілерге кейін. Денсаулығы бар. Денсаулығы бар дегеніміз аяқ қолдары істейді, көзі көреді. Енді көзі көрмейтін болса, бірақ қажылыққа баруға шамасы жетеді. Шамасы жетеді дегені ақшалай дүниесі бар. Оған қажылық фарыз ба, фарыз емес пе? Ғұламалар тартысады. Имам Абу Ханифа рахималла жоқ дейді. Тіпті ол көзі көрмейтін кісі бір кісіні жалдауға шамасы жетеді. Оған ақша береді. Тоқта қасында жүреді. Соның өзінде де жоқ. Оған қажылық фарыз емес дейді. Ал енді екі сахибайн шәкірті пікірі бойынша, егер де шамасы жететін болса, және қасындағы кісіге бүкіл нафақасын, қажылықтың билетін алып беретін дүниесі болса, онда қажылық фарыз дейді. Яғни екі түрлі пікір бар. Одан кейін тағы да пікірлердің ішінде былай айтады. Сол көзі көрмейтін кісі немесе аяғы істемейді, инвалидтер бар. Басқа біреуді жіберу міндет па, міндет емес пе дейді. Бұл жерде тағы да екі түрлі пікір бар. Одан кейін не үшін талас тартыс болған десеңіз, бұл дені сау болуы бар ғой, қажылықтың яғни міндеттерінің бірі ма, немесе өтеудің шарттарының бірі ма деген секілді тағы да тармақ тартыстар бар. Бірақ та
әлбетте екі сахибаның пікірі бойынша, егерде өздері бара алмаса, басқа біреулерді жалдап бәдел қажылыққа берген жақсы дейді. Яғни олардың пікірі бойынша, сахибаның пікірі бойынша, басқа біреулерге өсиет етіп, немесе қайтыс болып кететін болса, қайтыс болудан алдын басқа біреу өсиет ету керек, немесе өзі бара алмайды, басқа бәдел қажылыққа біреу кісіні жалдауға міндетті деп айтады. Түсінесіз ба? Ал имам Абу Ханифа рахимахулла жоқ, міндет емес дейді. Біз айтамыз, құлшылық бабында ихтият жасаған дұрысырақ. Ихтият деген құлшылық бұл. Сол үшін не? Ондай кісілер болса, аяқ қолдары жасамайды, көзі көрмейді, бірақ дүниесі бар, басқа бір кісіні жалдап не? Қажылықты оның орнына өтеуге болады. Түсінесіз ба? Одан кейін жолдың амандығы да. Яғни жолдың амандығы не дегеніміз не? Мысалы, сол елге бару үшін басқа елдерден өту керек. Басқа елдерде соғыс бар, өте қауіп, қатерлік бар. Ондай кезде жоқ. Уақытша не? Қажылық болған фарыз болмайды. Яғни қауіп, қатер төнетін болса, өзіне, өзінің дүниесіне, онда қажылық уақытша не? Өтемейді. Өткеннен біздің шариғатымызда жанның, адамның ақысы Алланың ақысынан жоғары тұрады дейді. Алла Тағала құлшылыққа мұқтаж емес. Түсінесіздер ме? Біздің құлшылығымызға мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз құлшылыққа. Құлшылық, Алла Тағала құлшылық қылуға біз мұқтажбыз. Бұған мысалда айтсақ бұл, намаздың ішінде егерде бір қауіп қатер төнетін болса, немесе намаз оқып жатырсыз, бір кісі суға батып кетті, құтқар деп айғайлап жатыр, сіз жүзе алатын болса, намазды бұзып, оны құтқару керек. Өйткені не? Бұл жерде адамды сақтау бірінші орында. Түсінесіз ба? Сол үшін қажылыққа барудың тағы да өтеудің важиптердің бірі, міндеттердің бірі жолда амандық болу керек. Жолда амандық болмаса, қауіп қатер болатын болса, жоқ. Қажылық не? Оған міндет болмайды. Яғни кейіннен өтейді. Түсінесіз ба? Одан кейін не? Қажылыққа барып қайтуға шамасы жетуі дүниелік мәселе. Қараңызда, бұрынғы уақыттарда қажылыққа шығу кәдімгі машақат болған. Яғни түйесі бол керек, аты бол керек. Одан кейін барып келем дегенше не? Отбасына жеткілікті нафақаны қалдырып кету керек. Мысалы, біздің елімізден сапарға шығатын болса, кемі 3-4 ай кетіп қалады. Жарты жылға созылуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Енді барып қайтатын қажеттен тыс дейді. Қажеттен тыс дүние болатын болса, және көлігі болатын болса, онда ол кісіге не? Қажылық міндет. Яғни барып қайтам дегенше, өзінің отбасына, әйеліне, бала-шағаларына жеткілікті дүниені қалдырып кететін болса, және оның көлігі болатын болса, көлік дегеніміз бұрынғы уақытта түйе мен ат болған. Міне, сол кісіге қажылық фарыз болады. Қазір заманда, альхамдулилля, жеңілдіктер көп. Кәдімгі билеттер алады, ақшасы бар кісі, сонымен не? Кете береді. Одан кейін не? Қажылық қанша күн жалғасады? 20 күн дейші ең көбі. Дұрыс па? 20 күнде не? Өзінің нәпақасын бағанды қалдырып кететін дүние жеткілікті болады. Ешкім аш қалмайды 20 күн ішінде. Дұрыс па? Жеңілді қазір. Бұрынғыдай сияқты қиын емес. Құрметті бауырлар, бұрынғы уақыттарда қажылыққа шыққан уақытта кәдімгі жихадқа шыққан секілді болған. Қайтып келуі белгісіз болған. Тоқты үймен үйінен қоштасып болды.
жолығамыз жолықпаймыз Алла біледі деп солай шығарып салған ғой. Кейін қажылықтан кейін келген уақытта той жасағанда лайықты да жасауға лайықты. Өткеннен сонша уақыттан кейін келді. Ал енді қараңыздар, тағы мәселе бар. Біз айттық, қажеттен тыс дүниесі болу керек. Біреуге қарыз болатын болса, және не қолында ақшасы бар. Бірінші қарызды өтейді. Енді кісі айтатын болса, бұл қарызымды кейінге шегіндіремін, рұқсат беретін болса, әлбетте болады. Өйткені құл ақысы бірінші орында тұрады. Түсіністір ме? Өйткені қараңыз, сіз біреуге қарсыз, оны қарызды қайтармай, сіз Арафатта дуа қыласыз. Раббым менің қарызымды қабыл ет деп ше. Ол саған қарыз айтып жатыр. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Мазлумның дуасы қабыл дейді. Ол мазлум. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Матл ғани зулмун дейді. Қарызды өтеуге шамасы жете тұра қарызды кештірген бұл зұлымдық дейді. Көрдіңіздер ме? Зиян берді оған. Сол үшін не қарызды өтеу керек бірінші. Бірақ әлбетте қарызды кейіннен қайтарасың деп не айтатын болса болады. Одан кейінгі мәселе, біреуінің қажеттен тыс артық дүниесі бар. Осыны көпшілігі білмейді. Бұны ескертіп кету керек. Қараңыздар, мысалы 2-3 жері бар. Артық жері бар. Оған мұқтаж емес. Кезінде алып қойған жері бар. Бірақ қолында ақшасы жоқ. Бұл қажылық айларында айтып тұрмын. Қазір қажылық айларында осында жерлері бар. Бірақ билет алуға ақшасы жоқ. Бірақ артық дүниесі бар. Қажеттен тыс дүниесі бар. Оған зекет фарыз емес. Қараңыздар. Біреулер былай түсінеді, зекет фарыз кісіге, қажылықта фарыз болады деп ше. Бұл кейде жүзеге асады, кейде жүзеге аспайды. Өйткені жылжымайтын мүліктен зекет берілмейді. Дұрыс па? Әлбетте оны сауда ниетінде алып сатпаса, жай үшін өзінің бала үшін, өзінің ұрпақтары үшін, өзі үшін не жер алды. О сатуға шығармады, түсінесіз ба? Товар ниетінде емес та. 2-3 жері бар, немесе 2-3 көлігі бар, артық, қажеттен тыс. 2-3 жер үйлері бар. Қолында ақшасы жоқ. Осы қажылық айларында болса, ол қажеттен тыс дүниені сатып, оған қажылық жасау фарыз болады, бауырлар. Міндеттеледі. Және ол кісіге зекет фарыз болмаса да, зекет алу харам болады. Пітір садақа беру уәжіп болады, құрбан шалу да уәжіп болады, бауырлар. Түсінесіз ба? Өйткені ода қажеттен тыс қажылыққа өте алатындай дүниесі бар. Осын ескеру керек. Одан кейін қажылық аля тарахима, аля фаурума деген тартыс бар. Яғни шаман жетті, сол уақытта қажылықты өтеу керек па, немесе кейінге қалдыра берсе бола ма деген мәселе. Біздің ханафи мазхабымызда екі түрлі пікір бар. Бірақ пікірдің ең қуаттысы дейді, тезірек өтеу керек дейді. Бұл намаз секілді емес. Қараңыздар, бесін намазын уақыты кірді, тезірек өтеу керек па? Жоқ. Асырға дейін өтесен болады. Өткен не үшін? Бесі мен асырдың арасында көп болса 3 сағат. Дұрыс па? 3 сағаттың ішінде өлім келіп қалуы сирек дейді. Дұрыс па? Сирек қой, енді 3 сағаттың ішінде көп адам өлмейді ғой. Дұрыс па? Ал енді қажылықта кейінге қалдыраса, ол қажылық айларында фарыз, жылына 1 рет. Келесі жылға дейін өмір сүреміз бе, сүрмейміз, ол белгісіз. Өлім келіп қалуы мүмкін, ихтималы көбірек дейді. Ал енді қарай, кімде-кім қажылық айларында қажылық өтеуге шамасы жете тұра
қажылықты өтемесе, кейіннен өліп кететін болса, немесе дүниесі жоғалып кедей болып қалатын болса, ол мойнынан бәрі түспейді. Мойнынан түспейді. Өліп кететін болса, жас көтеріп өлуден алдынша, мен қажылыққа баруға шамам жетті, бірақ та кешіктірдім. Ендігі жыл өліп қалатын болсам, менің дүниемнің 3/1 бөлігін өсиетінен біреуге өсиет еттім дейді қажылықта. Көрдіңіздер ма? Ал егер де дүниесінен айырылып қалатын болса, ол хәләк болсын да айырмасы жоқ. Истихлак болсын, хәләк болсын, айырмасы жоқ дейді. Өзі дүниені әдейі жаратып жіберді, немесе жоғалып кетті, өртеніп кетті, хәләк болып кетті. Бәрібіріне қажылық мойнынан түспейді дейді. Көрдіңіздер ма? Өте керек. Өткені шамасы жете тұра, ол қажылықты өтемеді. Осыл фикта оны құдрату мумаккина дейді. Мүмкіндік болды, сол мүмкіндікті пайдаланып кет қалу керек еді. Бізде көбісін кейінге шегіндіреді бауырлар. Одан кейін ғұламалар айтады, кім кейінге шегіндіретін болса, күнәһар болады дейді. Фасық болады дейді. Тіпті ғұламалар оның куәсін қабылдамаймыз деген қатты айтқандар бар. Түсінесіз ба? Ал имам Мұхаммед рахималла пікірі бойынша аля тарахиди кейіннен барып өтесе бола береді. Бірақ та бауырлар, келісілген нәрсе тездету ол абзал. Бұда хилаф жоқ. Бұда тартыс жоқ. Тездету олда хилаф жоқ. Жақсы нәрсе. Ал кейінге қалдыратын болса, қаза болмайды бірақ. Мысалы, намаз қаза болады. 5 намазды өтемесен, уақыт шығып кететін болса, оның қазасын өтейсің, дұрыс па? Қажылық ондай емес. Шамасы жетті 10 жылдан кейін өтесе, ол қаза болмайды. Ада болады. Бір кешіктірген үшін күнә алады дейді. Түсінесіз ба? Сол үшін мүмкіндік болған уақытта тезірек өтеу керек бауырлар. Иғтаним хамсан қабла хамсин дейді. Ғинакаф қабла фақрик дейді. Байлығын, қадырын біл дейді. Кедейлік келуінің алдын. Білмейсің. Адам бір қалыпты емес. Жағдайы әртүрлі. Сол үшін тезірек өтеу болу керек. Одан кейін мәселе. Біз айттық қой. Мұсылманға, балиғат жасына, ақыл есі бүтін кісілерге, дені сау кісілерге жолда амандық болу керек және шамасы жету керек. Шамасы жету дүниелік мәселе ғой енді. Бұрынғы уақытта шамасы жету деген нәрсе оңай болған. Яғни барып қайтқанша отбасына нафақан қалдырып кету және көлік. Көлігі болмаса жалға алуға болады дейді. Көрдіңіз ба? Бір түйені жалға алады 1 жылға. Сонымен кете берген. Енді бір кісі көлікті иараға беретін болса, иара деген уақытша пайдалануға ше, оған қажылық фарыз болмайды. Түсінесіз ба? Бізде шариғатымызда дәмету деген нәрсе өте қатаң түрде тыйым салған ғой, білесіздер ма? Дәмету деген нәрсе ше. Одан кейін мәннун деген бар. Біреуге жақсы істейсің ғой, ол не істейді, ол міндетсінеді. Осыдан сақтану үшін шариғатымызда түрлі үкімдер бар бауырлар. Негізінде ше. Міндетсіну деген өте жаман нәрсе, дәмету деген нәрсе. Жаман нәрсе. Өткенде біреу айту мүмкін да, сен мен түйемен барып жасадың деп, сен ешкім емессің, никтосың деп ше. Деп айту мүмкін. Бауырлар, тіпті таяммум бабында бар, таяммум бабында. Имам Абу Ханифа рахималла айтады, су болмаса, қасында, досында су болса да, сұрамай таяммум ала бересің дейді. Не үшін дейді? Одан сұрағаннан кейін не айту мүмкін ол? Міндетсіну мүмкін дейді да. Содан қашу үшін, дәметуден қашу үшін ше, таяммум алу керек дейді. Көрдіңіз бе? Осы нәрсені ескеру керек бар олар.
Енді ең негізгі мәселенің бірі әйелдердің тағы да өзінің шарттары бар. Құрметті жамағат, біреулерге бұл ұнамайды, нәпсіне ұнамайды. Немесе арнайы бір компаниялар бар, Ниса пакет дейді. Махрамсыз шыға береді дейді. Құрметті бауырлар, мынандай да Алла субхану ва тағала әйелдерге бір сапарға шығу үшін, сапар дейміз 90 километр. Оның қасында махрам болу керек. Махрам дегеніміз кім десе, мәңгілікке үйленуге харам болатын кісілер. Мәңгілікке. Ол туған бауыры, ағасы, көкесі, тіпті қайнатасы, сүт бауырлары деп айтылады. Бірақ сүт бауырлары қазіргі заманымызда ол мен шықпаған жақсы дейді. Өйткені фитна заман. Сүт бауыр деген нәрсе бар ғой. Бір анадан емгенді. Сүт бауыр оған мәңгілік харам болады, бірақ та соны да фитна. Қазір фитна заман, фитнадан білесіз, нәпсін басқара алмайды, қауіп бар. Одан сақтанған жақсы дейді. Одан кейін сол махрам фасық болмау керек. Фасық дегенде күнәні жария істейтін кісі болмау керек. Оны қорғау керек та, бұл айтқанда. Әйел дұрыс па? Өзі фасық арақ ішіп жүретін болса әр жерде, қызғанбайтын болса өзінің махрамын, ол махрамға жарамайды. Ол махрам фасық болмау керек. Құдайдан қорқу керек. Алланың бұйрығын орындау керек. Енді қараңыздар, әйелдер оларға махрам болмаса, бірақ шама жетеді. Қажылық бар, оға шама жетеді. Дүниесі бар, кәсібі бар. Махрам болмаса қажылық парыз емес. Не істейміз оны ше? Шафиин үкімін алып. Шафилерде бар, құрметті жамағат, егерде сенімді әйелдер жамағат болатын болса, саламен бірге болады дейді. Бізде айтамыз, қағида бар. Бұл жалпы зарури нәрсе емес қой. Зарури нәрсе болса, онда басқа мазхабтың үкімін алуға болады. Дұрыс па? Біз айтады ғой, махрам болмаса қажылық оған парыз емес, болды, шешілді болды. Дұрыс, ол қажылыққа барғысы келеді, бірақ парыз емес деп тұр ғой оған қажылық. Түсінесіз ба? Махрам жоқ қой ода. Ал егерде махрам жоқ деген, жоқ, ағайын туысқандары жоқ, күйеуі жоқ мысалы да. Ал енді махрам болатын болса, оның ақшасы болатын болса, тағы да артық өзінен басқа біреуге билетті алып бере алады, жолда нафақан бәрін төлейді, жатақхананың бәрін төлейді, былай айтқанда. Онда алып барсын, болады. Көрдіңіздер ма? Оған қажылық парыз болады. Одан кейін тіпті бізде ханафи мазхабында егерде шын махрам болмаса, оған өсиет етуде де парыз емес дейді әйелге ше. Болды, қажылық парыз емес оған. Қараңыздар, қажылық жайында осындай үкім болса, енді умра не болады? Умра нәфіл ғой. Умра сүннет. Ал нәфіл болған уақытта тіпті әйелдің махрамы болып інісі бірге барып шығуға ниет қылатын болса, күйеуі рұқсат бермесе бара алмайды. Білесіздер ме? Күйеуі жоқ, үйде отырасың десе бара алмайды. Құрметті жамағат, әйелдерге бар ғой, ең үлкен құлшылық парыздан кейін бар ғой, күйеуіне бойынсыну ғой. Одан артық құлшылық жоқ оларға ше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 нәрсені деді. Әйел намазды оқыса, ораза тұтса, ар намысын сақтаса, әурет жерін сақтаса, күйеуіне бойын ұсынса, жәннаттың 8 қақпаларының бойына кіреді дейді. Қайсысына кіреді? Абу Бакр радиаллаху анху сондай пайғамбарымыз сүйінші берген, дұрыс па? Жәннаттың 8 қақпаларының біріне кіре береді.
әйелдерге де осындай сүйінші айтқан. Бізде көптеген нәрсе бар, бауырлар, қараңыз, ораза бір нәпіл оразаны ше, әйел кісі күйеуінің рұқсатымен ана ұстайды. Күйеуі рұқсат бермесе, нәпіл ораза ұстай алмайды. Нәпіл ораза ұстаса күнәһар болады. Күйеуі рұқсат бермесе. Тіпті i'тикаф бар ғой. I'тикаф әйелдерге де сүннет, дұрыс па? Мұстахаб амал деген ғой. Егер үйінде ұстайды олар, үйінде, мешітке емес, үйде. Егер де күйеуі рұқсат бермесе, ұстай алмайды, i'тикафты жасай алмайды. Өйткені i'тикафта түнде қосыла алмайды ғой. Ақысын бере алмайды. Сол үшін әйелдерге фарыздан кейін ең үлкен құлшылық күйеуінің разылығын алу ше. Шариғатым сондай. Ал енді махрам бар. Махрамы өзінің інісі болды. Дүниесі бар. Қажылық әйелге фарыз болады. Күйеуі рұқсат берсе де бермесе де енді. Күйеуі енді қарсы келе алмайды дейді. Өйткені фарыз біріншіден тұрады. Көрдіңіздер ма? Күйеуі енді қарсы шыға алмайды дейді. Онда қажылыққа барып келеді. Фарызын өтейді, түсіндіңіз ба? Алла. Осындай мәселе бар екен, құрметті жамағат. Яғни қажылық бұл фарыз исламның 5 рүкіннің ең негізгі бір рүкіндерінің бірі деп айтсақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты ескерткен, кімде кім қажылыққа шамасы жете тұра бармаса, қаласа яхуди немесе насрани болып өле берсін дейді. Бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадистер бар. Кімде кім қажылықты өтейтін болса, ешкіммен дауласпаса, жаман сөз айтпаса, ешкімді боқтамаса, онда анасынан туылғандай болып не? Пәк болып күнәсіз қайтады дейді. Көрдіңіздер ме? Әлбетте, бірақ ол пендемен Алланың арасында күнәлар дейді. Құл ақысы кешірілмейді. Түсінесіз ба? Құл ақысы оның затын тартып алатын болса, оны қайтару керек. Оны жамандайтын болса, оны не? Ақысын адал етіп, халал етіп сұрайды, бауырлар. Уақыт болып қалды дейміз, не? Құрметті жамағат, мешіттің ұжымы өтініш қылып жатыр. Қазір кешкі 9-да мешіттің алдына 50 шақты парта алып келеді екен. Парта. Соған жәрдемдесу керек дейді. Пластмассовый дейді ғой. Сондай 10 кісі болса жақсы. Сағат 9-да келеді екен, КамАЗбен әкеп тастайды. Соған егер жәрдем беремін, бұл мешіттің жамағатыммен деп ниет қылатын болса, жетті қалыңыздар, Алла разы болсын. Ендігі сабақты жалғастырамыз. Ендігі сабақ иншалла оның фарыздың шарттары болады, уәжіптерін өтеміз. Бүгін жалпы қажылықтың ең негізгі мәселемен таныстық. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха иллаллах, настағфирука ва натубу илейк. Алла разы болсын.